Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздерге мен керемет мотивационный контент дайындап жатырмын. Менің шәкіртім маған консультацияға келгенге дейін және консультациядан кейін курсыма дейін және курсымнан кейін айдарын сіздерге ұсынамын. Айгерім ханым, бізде полуфабрикат, яғни жартылай пісірілген тамақтар бар ғой. Пельмени, бөрек, манты деген сияқты, котлеты деген сияқты полуфабрикаттар жасайды. Сол кішкене цехы бар еді. Қазір қандай болып жатқанын өздеріңіз өз аузынан еститін боласыздар. Айгерім ханымның цехына келдік. Айгерім ханым бізді күтіп қалған екен. Привет, Айка, қайда? Жалпы Айгерім ханым маған келгеннен бастап, екеуміз как подруга болып кеттік. Себебі бір рет консультацияға келді, одан кейін тағы да бір рет разборға келді, потом курс алды. Яғни содан кейін екеуміз как бы подруга болып араласып кеттік, былайынша айтқан кезде. Және Айка қазір өзіңнің результаттарымен маған келгенге дейін, келгеннен кейін бар өзіңнің от души өзіңнің бір результаттарымен бөлісіп кетсең, Саламатсыздар ма? Айданаға келген моментте менде қандай болды? Ол уақытта бір қалада ғана, Сарыағаш қаласында бір кішігірім цех болды. Ал қазір 1,5 жыл болды негізі ашылғанымызға. Айданаға келгенмен 1 жыл болды таныстығымызға. Осы 1 жылдық периодтың ішінде кішкентай бір Сарыағаш қаласындағы цехтан осындай үлкен производствоға жеттік. Производство деген полуфабрикаттар шығару. Цех дегеніміз ол кішігірім цех. Ол біріншіден адам ол жерде аз жасайды аз адам жұмыс жасайды. Екіншіден ол кезде бізде қалай болды? Бізде фирманың системасы болды. Ол фирманың системасы дегеніміз мынандай нәрсе да. Доставканы сатуды өзім жасайсың. Сатудың бәрін өзім жасаймын. Цех болған кезде, мен түсінігім бойынша кішігірім цех болған кезде сататын жаңағы ненің барлығын өзің жасадың. Доставканың барлығын, жаңағы реализация дейді ғой, сату жағын, барлығын өзің жасадың. Қазір производство деген уже сенен келіп алып кетіп жатыр ма сонда? Біз саған келгелі бері фирма, ол кезде фирма едік, тек кішігірім фирма едік, Айкас фуд фирмасы. Ол уақытта біз өзіміз заказды өзіміз жинайтынбыз, штат азырақ қана штат болған тұғын, өзіміз заказ жинайтын тұғымыз, өзіміз жасап, өзіміз доставка жасайтынбыз. А қазір біз производство болдық. Производство деген не? Қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Производство деген ол, допустим, мысалы пиала чай, астам чай деген чайлар бар, Ол чайлардың производительдері, мысалы қаладағы магазиндерді аралап өзінің товарын предлагать етпейді. Үлкен осындай дистрибьюторный фирмалар болады. Сол дистрибьюторный фирмалар олардан үлкен количествода сатып алып, өзіне разнообразие қылып қойып сатады. Біз қазір сондай уровеньге жеттік, үлкен производительміз. Біз еш нәрсені доставка жасамаймыз, еш нәрсені жинамаймыз. Біз тек үлкен количествода жасап береміз. И жаңағы айтып жатқан дистрибьюторный фирма компания үлкен бізден өздері алып сатып реализовать етеді. Ол дегеніміз ондай уровеньге жету үшін үлкен еңбек. Негізі басқа фирмалар, басқа производстволар ондай уровеньге жылдап жетеді. Ал мен Айдананың бір нәрсесін ғана всегда алып жүремін, қаяқта жүрсем де өзім. Мысалы кішкентай цех деген мен түсінігім бойынша өзің сол Сарыағашта жаңағы үйінің қасында примерно жаңағы заттарын шығарасың и сол Сарыағаштың төңірегіндегі магазиндерге өзің барып жеткізіп, үй жақтағы магазинге қойып деген сияқты, Ал қазір производство болғаннан кейін қазір уже бізде Магнум, Громад сияқты үлкен супермаркеттерге шығып жатқанымды естідім айтпақшы. Өткенде сен сыртыңнан бір адамдардан естіп қалдым, сенімен бірге жұмыс жасап жүрген общий таныстарымыз ғой, сол кісілерден ол осындай болып шығып жатыр ғой дейді. Сол кезде саған вау деп өзім қуанып қалдым, өте қатты қуанышты болдым. Енді саған тағы бір сұрақ, осындай масштабқа жетуге қанша уақыттан бері, қалай жаңағыдай, мысалға кейбір адамдар бар, цехтарын бір масштабта ұзақ уақыт бойы отыратындар кейбіреулер бар шығар, Ал кейбіреулер жаңағы сен сияқты үлкен производство, 1,5 жыл деп отырсың, 1,5 жылдың ішінде үлкен производство, үлкен масштабқа шыға. Не түрткі болды іштегі жаңағы, қандай жаңағы қатты саған әсер еткен, не түрткі болды? И жалпы свободно кәдімгідей андай от души, оқырмандар өзіміз сияқты адамдар, өзіміз сияқты дамып жүрген адамдар, Айдан.
Енді жаңа производство дегенді айтайын сіздерге. Мысалы айтып жатыр ғой Айданым, бір адамдар жаңа ұзақ уақыт бойы бір нәрсемен айналысады деп. Мысалы мен Айдан өзім Сарыағашта таныстарым бар да, осы сферада жүргеніне 7 жыл болған, үйінен кішкентай қылып цех ашып қойған, әлі сол уровеньде да, үш ақ продуктпен, үш ақ продуктпен 7 жылдан бері айналысады. Өсу жоқ. Бір түсінгенім, біз өзіңнің сөзің ғой, шектеуді өзіміз мида ғана қоямыз. Оказывается, психологияны параллельно алып жүретін болсақ, оны мына курстарынан бірінші разбордан бастап түсіндім да, ол затты. Психология мен әрекетті егер бірге алып жүретін болсақ, оказывается, бізде результат улетный болады екен да, жоғарыға ұшып кетуіміз тез болады екен. Ол қалай? Мысалға, жаңа айтып тұрмын ғой, достарымыз деген 7 жылдан бері бір уровенде. Егер мен де сол шектеудің ішінде әліге дейін жүргенімде, может, до сих пор мен сол кішкентай цехпен әлі қалатын шығармын. Ол бәрі өзіміздің шектеуден екен. Мысалға, мен басында цехта ол объемымыз қалай болды біздің? Сарыағаштың өзінде Қазығұрт, Абайда ғана болды. Қазір производство болғаннан кейін біздің товарымыз, айтып жатсың ба жаңа Магнумға кіріп жатыр. Магнум біздің пределіміз емес, әлі бүкіл Қазақстанға әйгілі боламыз. Аллах нәсіп ететін болса. Қазір бізде товарымыз Жетісай, Шардара, Абай, Сарыағаш, Қазығұрт, мына Шымкент қаласы түгелдей, Түлкібас, Ленгір, Арыс қаласына, одан ары қарай Тараз, Шиелі, Қызылордаға кіріп жатырмыз. Міне сол шектеу дегеніміз осы нәрсе болып тұр да. Шектеу қалай ол? Мысалы, мен осындай дәрежеге жетем деген мен түсіме кірмейтін түгін да, ол нәрсе ше. Басқаларға болады, маған ол болмайды. Ондай болу үшін, мысалы Айдан айтады, мен бір нәрсеге кредит алайын деп жатырмын десем, Айдан айтады, алма кредит, алмады, всегда айтасың, постоянно мен сөйлесіп отырамын. И бір түсінгенім, разборға бір-ақ рет барып келу өте аз екен ол ше. Постоянно байланыста болып, постоянно кездесіп, оймен бөлісіп отқан өте, оказывается, қатты керек нәрсе екен да. Енді соның арқасында мен бір түсінгенім, всегда айтасың ғой, кредит алма. Оказывается, ниет болатын болса, мына жерде кредит алмаймын, мына жерде алмаймын, кредитке жоламаймын, ол дұрыс емес нәрсе екен түбінде түсінген кезде, оказывается, өзі бір Аллах тағала солай құрап береді екен да, жолын әйтеуір амалдап, былайынан жасап, өзің түсінбей қалады екенсің, действительно. Айдана всегда айтатын еді, өзің түсінбей қаласың деп, сол кезде ойлайтынмын, не айтып отыр? Не айтып отыр? Мысалы, мен бір нәрсе істеуім үшін, магазин ашуым үшін продукт қаржы керек қой, ақша керек деген сияқты. Сол, біз де бұны бастаған кезде бизнес бастау үшін ақша керек деген ол тоже адамның миындағы миындағы шектеу. Өзін жаңағыдай менде ақша жоқ, мен істей алмаймын деген нәрсеге алып келіп қояды екен да. Енді біз бұны бастаған кезде біз жасадық, кішкентай цехта болдық, минус болып жүрді, Ал Айданаға келіп бастағалы бері мен минустан қазір плюстамын. Қазіргі мысалы менің айлық табысым 5 миллионнан жоғары қарай болып тұр, таза пайда. Сен оған дейін минусқа жұмыс жасап жатырмын деп келген едің ғой, Получается, помнишь, айтқан едің сен, мен қанша стараюсь, бірақтан минуста есептесем минуста екенмін деп. Былай ғой, мен бүйтіп түсінетінмін бе? Помню, Әйгерімде осындай депрессия состояние келді. Оған дейін есептемей жұмыс жасай берген ғой бизнесінше. И именно маған келді, екеуміз былай разбор жасадық, конкретно ол жерде не только психология, плюс еще бизнесті разбор жасаған кезде есептемеген, и, конечно, есептемей реклама жүргеннен кейін ол минусқа кеткен да. И барлығын есептеген, сол кезде вообще у нее депрессия болды да. Насколько у нее не прибыльный, а наоборот расходный бизнес болатқанына. И содан бастап уже поддержка бастады, уже вообще басқаша жаңағындай мышление пайда бола бастады. Содан бастап уже не болды ары қарай? Ары қарай не болды? Бірінші келген кезде менде минуста болды. Менің ол жердегі бар ойым, жаңағы шектеуде ғой, ойлайтын тұғымын, любой бизнес бірінші 1 жыл, 2 жыл минусқа жұмыс жасайды деп. И мен соған уверенно болып, минусқа жұмыс істей бердім да. Қойып алған миыңа өзіңе. Өзімнің установкаларым бойынша мен минусқа жұмыс жасай бердім. Ал қазір мысалы біздің продукциялар танымал болып келіп жатыр, өте танымал болып келіп жатыр. Қазір еще әрекет, психология, реклама бәрін қосып алып жүргеннен кейін бірден. Енді давай масштаб бойынша, масштабқа өту үшін біздің оқырмандарымызда да осындай бір, не обязательно полуфабрикат бізде, мысалға өзіміздің цехымыз бар, ол да сол өзің айтпақшы 4-5 жылдан бері біздің рынокта біздің конкуренттеріміз сол
точкада әлі отыр. Біз бір жылда бүкіл Қазақстанда номер 1 болып шықтық та, тура сол сияқты. Тура осындай әртүрлі былай бизнестің несі бір ғой, былайымша алгоритмі бір ғой, тура сен сияқты адамдарға немесе ешқандай не жасарымды білмеймін, қандай бизнес жаңағы удобный, кім не үйретеді екен деп отқан, декреттегі аналар болмасын, немесе ер кісілер болмасын, например, мен де осындай бизнес ашқым келеді деген адамдарға қандай совет бересің? Мен оларға совет беретін едім, бірінші разборға келсін, курс алсын, курстың ішіне бәрі понятно болады. Адан яға дейін бәрін бөлек курс алатын болса, курс алған адамның өзі ми жарлады. Өзі бәрін түсініп, өзінің қателіктерін түсініп, өзі қалай жұмыс істеу керек екенін түсінеді. Курста бәрі мен осыған дейін психологиялық тұрғыдан. Айдан мысалы осы уақытқа дейін айтайын, қазір енді дамып жатыр ғой, бүкіл Қазақстан адамдары дамып жатыр, солардың арасында мен де дамып жатырмын да. Мысалышы, осы уақытқа дейін мен курсты өте көп алдым. Оказывается, оның өзі ысырап екен да. Курсты алдым, до конца оқымаймын, қоя саламын. Мысалы, бір қызықты айтайын да, разбор, неге разбор деп айтып жатыр, бағаналы айтып жатыр. Бірінші разбор обязательно, өйткені курсқа дейін да бар ғой. Ол разборды жасаған кезде сен кәдімгі миың төңкеріледі, потому что дәл сол моментте сен психологпен раз сөйлесесің, бүкіл нәрсеңді айтасың, и ол тыңдай алады. Ол реально ол тыңдай алады да, и дәл сол жерде ответ айта алады. Мысалы, сен курсты алатын болсаң, түсінесің, примерно түсінесің ғой. Но сен өзіңнің мына жақтағы блоктарыңмен жұмыс істемей, мына жақтағы ошибкаларыңды түсінбей жатып, оның бәрі оказывается бесполезно. Айтып тұрмын, мен осы уақытқа дейін қанша курс алдым. Неше жыл болды ғой, осы психология деген біздің Қазақстанға келгеніне. Алдым, мен сол сенен бастап разбор жасаған кезде, менде сол кезде ми шайқалды да. Сол кезде түсіндім, мен ошибкаларымды түсіндім. Нені сол уақытқа дейін дұрыс жасадым, нені дұрыс жасамадым, соны түсіндім да. Одан кейін уже бәрі постепенно осылай кете берді. Барлық нәрсе разбордан басталды менде. Ал енді ол психологиялық жағы, мидағы психологиялық жағы, мидағы шектеу, мен айтамын, всегда 50/50 деп, 50%, одан кейінгі 50%-ке, например, да. Давайте вот ассортимент көбейтті деп жатсың ғой, қандай товарлар бар да, ознакомить етіп кетейік, и одан кейін ары қарай осындай жаңағы ассортиментті көбейту үшін мен сенен емес, сен менен интервью алып жатқан сияқты болдық қой, и жаңағы ассортиментті көбейту үшін, оны масштабтау үшін, фирманы жаңағыдай өздері кеп сұрау үшін деген сияқты. Оны не только психология, плюс еще жаңағы не жасадың ғой, технический нәрселерінде жасадың ғой, например, реклама жағыма, білмеймін ғой, енді сол жағын бірінші жаңағы зат нелеріңді таныстырып алайық, сосын сол жағын айтып кетсең, секрет болмаса. Негізі мына жерде суреттеріне қарап, прямо аппетитный болып тұр. Біріншіден, екіншіден, окей, жаңағы пельмень, манты, котлеты, фрикадельки деген нәрсені в принципе білесің да. Но білмейтін нәрселер бар ғой, мына жерде не, мынау не деген сияқты. Мынаның еще 3 түрлісі бар сияқты. Но не мясо, бурек тема, не дейді мысалға? Бұл бізде сигара бурек. Осындай турецкое блюдо. Бұл сигара бурек бізде, турецкое блюдо. Бұл өте сытный нәрсе, тез дайын болады. Қонақ келгенде зу өткізіп саласың. Қонақты мақұл ғой. Таңертең, допустим, мынандай ғой, қазір айтан. Қазір даже ғалымдар дәлелдеді, қазір заман сондай да, тез заман, тез ғасыр. Өзімізді таңертең тұрамыз, қалай кеш болып қалғанын білмей қаламыз. Адамдар қазір еш нәрсе білмейді. Неге білесің бе, соны айтып кете салайыншы? Себебі 24 сағат жоқ бұрынғыдай. Қазір 18 сағат. Қазір ғалымдар дәлелдеген 24 сағат деген жоқ. Қазір бұрынғыдай емес, қазір 18 сағат қана. Яғни жер тез айналып жатыр да. Дәл солай болып тұр. Енді қазір бұл осындай тез заманда ең қолайлы нәрсе ғой полуфабрикаты деген. Ниша деген өте сондай актуальный ниша. Неге? Өйткені қазір адамдар еш нәрсе үлгермейді айдан. Қазір адамдар вообще еш нәрсе үлгермейді. Мен мысалы өзім айтайын, мен мамамын, мен 4 балам бар. Таңертең тұрам, все, таңертең оянғаннан бастап на бегу ғой. Ананы балаларды жайғастырамын, ананы мектепке, ананы садикке, ары қарай жұмысыма, басқаға кешке келем. Қалай кеш болып қалғанын байқамаймын деген сияқты. Бәрін екі баланы өзімен үлгеремей тұрған. А бұл ниша сондай адамдарға өте ыңғайлы ниша. Востребованный. Востребованный. Өте востребованный, Өйткені мысалы мына сигара буректің өзін айтайық. Сигара бурек деген сондай мынандай суретін қоямыз ғой, былайынан, суретін қоямыз. Бұл сигара бурек деген заттар
сытный зат да, тез дайын болады. Айналдырып қуырып аласыз, 5 минутта дайын болады, максимум 3-5 минутта айналдырып қуырып аласыз и болды. Сонда получается мына бір пачканың өзінде бізде 15 штук болады. 15 штук деген кәдімгі бір семьяға спокойно жетеді завтракке. Айналдырып қуырып алдыңыз, жедіңіз, сытный, еще дәмді, качествосы өте әдемі. Бұны біз алып келдік Шымкентке, бұл түріктерден келген тағам бізге. Алып келіп қана қоймай, сырым, творогом жасадық, с мясом жасадық, сырым жасадық. Біз енді Инстаграмда оқырмандарымызбен қатты жұмыс жасаймыз, с творогом жасадық и шоколад түрінде. Мәссаған шоколад. Иә, балалар өте жақсы көреді. Бұл сигара бөректерді бізде тойға өте көп алады. Бір жайпап тұрмын мен ондай нәрселер. Мен бөрек деген білеміз ғой, сырмен болатынын білем, бірақ былай білмейді екенмін. Амна мысалы Турцияға барып тұрып білмегенмін. Сырдың өзін айтайын сіздерге. Сырдың өзі қорғаннан кейін былайынан бөлген кезде ішінен сыр ағып тұрады. Өте дәмді. Нью-Йорк болады десей. Бұны бар ғой, жеп көрмесеңіз айта алмаймын енді, өте дәмді. Одан кейін бұл сигара бөректерді, мынандай ақ панировочный сухари бар, сосын көрсетер жатармын. Сол сухаримен айналдырып қорып, ортасынан мынандай огурцы сияқты бөліп, бұны мясной ассортиға, куриный ассортиға тойларда қойылады. Менде тағы не, басқаларда жоқ нәрселерді көрсетейін сіздерге. Ол пельмень, манты, это понятно. Пельмень мантының өзін, біз мысалы пельменнің өзін ручная депка, качествосын өте әдемі қыламыз. Өйткені біздің тағамды жеп көрген адам қайтадан қамыр жұқа екен, күшті екен. Тестосы өте тонкий, жарылып кетпейді, бәрін жұмыртқамен әдемілеп жасаймыз. Мысалы мына куриный шарики. Куриный шарики деген дәл осындай шариктер болады, ішінде 10 штук болады. Мысалға бұны деген қуырудың ешнәрсенің қажеті жоқ, просто микроволновкаға аласыз. Ерітіп аласыз, болды. Еріткенде жылытып аласыз, өйткені бұл морозилкаде сақталады. Бұл біздегі полуфабрикаттардың бәрі морозилкаде сақталады. Бәрі. Қуырмайсың ба сонда? Жоқ, қуырмайсыз, просто қуырмайсыңдар да, аласыңдар, просто микроволновкаға салып аласыңдар и болды. Мысалы, долманы алайық, долма деген мынандай жүзімнің жапырақтарынан салынады, міне морозилкаде екеуі көрініп тұр, тоңып тұр, күрішпен жасалынады, жаңа етпен, голубцының сияқты да. Бірақ голубцы жүзім жапырағына оралған деп айтады. Жүзім жапырағы. Бұл енді қараңыз, мысалы сіз оны полуфабрикаттардан бізден басқа ешкімде жоқ. Өзіңіз жасасаңыз, өте сондай машақатты жұмыс, сондай майда жұмыста особенно мен сияқты еріншектерге деп. Жүзімнің жапырағын табу керек деген сияқты сондай да. Бұл жүзімнің жапырағын біз ерте көктемде жинап қоямыз. Сол үшін біздегі жүзімнің жапырағы андай жұмсақ болады да, негізі правильносы солай. Бұны ранее весна болады ғой, сол уақытта енді шығып жатқан жапырақтардан жасалынады. Рецепт солай келген да. И бұл мысалы полуфабрикаттардың ішінде бізде ғана бар. Мысалы бұны жегіңіз келсе, сіз кафеден алсаңыз болады, бірақ білесіз, бағасы өте қымбат болады. 2 адамның порциясы мысалы, допустим, 3000 теңгеден асып болады, ал бұл жерде бізде енді бағасы өте тиімді. 1000 теңгеден сәл ғана асады бағасы, енді магазиндер өздерін қояды ғой. Но факт удобно, да? 3 порция шығады. Удобно, да, конечно. Одан кейін қаттама қызық болып тұр маған. Қаттаманы жасадық. Қаттама, мысалы мен осы қаттаманы шығарадан алдын магазиндерге негізі пісіріп беретін тұғымыз бұны. Енді қара, пісіріп берген кезде ол қаттаманың өзі сондай да, ол ыстық кезде ғана дәмді. Суық қалса бұл дәм болмайды. Ол деген қытырлақ болып қалады солай. И оны елдер ыстық кезінде жегісі келеді да. А біз соны полуфабрикат түрінде шығардық, үйімізде тұрады. Любой момент, допустим, бұл морозилкаде тұра береді. Етіңіз тұрады ғой постоянно морозилкаде. С луком и обычный. С луком и без лука, да. Вот, мына ішінде көк пияз бар, яғни мына ішінде көк пияз жоқ. Ол енді на вкус потребителя дейді ғой, адамдардың өзінің дәміне қарай. Ішінде 2 штуктан жасадық, 200 граммнан 400 грамм болады. Үйде негізінде, бүйтіп айналдырып чайға жей салған. Енді ыстық кезінде, допустим, мысалы, бұның өзі, мысалы, допустим, завтракке өте әдемі. Бір бокал кофемен бір қаттама сытный болады. Адамға таңертеңнен кешке дейін тоқ ұстайтын нәрсе. Прям негізі ше, мына заттарың бар ғой. Айтып өтші қазір мен күшті идея келіп тұр енді ше. Мысалы бізде сырный палочкалар. Сырный палочкаларымыз тек фастфудтарда бар. Қазақстан бойынша бізден басқа ешкім сырный палочка жасамайды. Бұның бәрі айтып тұрмын ғой, келе береді да, миға келе береді, идея келеді. Қорқпайсың. Бір нәрсені жеп көресің, и, например, қорқпайсың да, бұны қалай істеймін, өте ма, өтпей ма, просто көрдің, ұнады саған, болды істей бересің. Болды. Потому что уже сенің алдында преграда жоқ да. Вот, сырный палочка. Анау не дейді деген нәрсе жоқ. Тоже бұл сырный палочкаларымыз тек бізде ғана бар, и фастфудтарда бар. Полуфабрикаттарда жоқ.
радужный ана кішкентай бала шағаға істеп берсең, тамақ жемейтін бала шағалар бар ғой, соларға істеп берсең. Цветіне қарап қызық бақ жеп қояды. Иә, цветіне қарап. Мысалы, мына сырники бар деген, допустим, сырники. Сырники тоже самое, завтраки өте әдемі. Вообще күштікен, иә, дайындалу уақыты өте аз. Нағыз андай керек нәрсе ғой. Былай қарап тұрсаң ше, мен енді немін ғой, котлеты бар екен, тефтели, жаңағы вареники, бүкіл нәрсесі. Мен өзім андай келінмін ғой енді ше, бір үйдің жалғыз келінім былай айтқан кезде. Но мен честно жасасам жасаймын, иә, тәтті жасаймын мен тамақты, бірақ ұнамайды маған тамақ андай ернем андай оңай бүйтіп тұрап сала салатын тамақтарды істей саламын да, мен ұхыт қойып ше, прям андай. Бірақ мынандай бүйтіп жаю, не қаттама, бірдеңе деген нәрселерді жасағым келеді да, бірақ андай машақаты көп, еще не то что машақаты көп, уақытты алады біріншіден, одан кейін еще ғой, мысалға сырникидің өзін жасау үшін ше, например, дәл осындай сырники көп қып жасайын десең, оны көп қып жемейді ешкім. Одан кейін ыстық болмаған кейін тәтті болмай қалады, например. Дәл осындай порция үйде жасап қойсаң, оған жасау үшін қанша творог аласың, анау аласың, қымбат болып кетеді ғой, например ше. Вообще не вот именно андай ой келіп жатыр да, қазір қонақ шақыратын болсаң, мен лично қазір сатып аламын да, андай дайын сатып алып келе саламын да, например. Бірақ ол жаңағы өзің айтпақшы ыстықтай болмайды, қаттамасының өзі, бауырсақтың өзі деген, бауырсақ шығарсаңдар айтпақшы. Көп сұрап жатыр бізге. Бауырсақ шығарсаңдар, ана Тұрсынбек айтпақшы, ішіне бір нәрсе салып шығарсаңдар. Иә, мынау бөрек не бар, например, етті саласың, қамырың дайын болса, қамырдың өзі дайын ғой, уже дайындары бар. Ну, негізі жай ғана окей, жарсын. Етіңді саласың, и осындай нәрселерді алып кеп қойып, дастархандағы анау заттарың, жаңағы сервировкаңды дайындап қойсаң болды. Қонақ келерден жарты сағат алдын ыстықтай бәрін алып, жаңағы именно анау бөрек, анау куриный шарики, жаңағы мына жақтағы долма, сондай, например, сырники деген нәрселерінде қаттамаларды ыстық-ыстық қып, обычно үлгермей кетесің ғой, өзің қолдан ыстық қып істейін десең де үлгермейді, амыналарды тік қойсың. Еще выгодно да, чем сатып алғаннан көрі өзің жасағаннан да выгодно ма деп қалдым ғой, бағаларын көріп ше. Ал енді Айгерім, сен франшиза сатып жатсың, иә? Франшиза деген не, ол қалай адам өзін ала алады, дамыта алады, кімге арналған, сол туралы айтып берсең. Айдана қазір франшиза сатып жатырмын. Франшиза қалай, франшизаға не кіреді бәрін түсіндіріп өтейін. Франшизаға мен не үйретем басынан. Атымызды бермеймін, сразу айтып қояйын. Атымызды бермеймін, әр адамның өзінің атын ойлап табады. Франшиза это есть же, жаңағы сенің брендіңді ары қарай дамыту. Енді қараңыздар, франшизаға не кіреді? Франшизаға үйдегі кішкентай морозильниктен бастап, үлкен производствоға дейінгі бүкіл жолды үйретем. Бүкіл жолды командамен қалай жұмыс істеу керек, рецептурасын берем, оның бүкіл документациясын берем. Мысалға жаңағыдай, неге супермаркетке кіру үшін өзінің требованиялары бар. Вообще жай магазиннің өзі дайын ғой уже. Бәрі дайын. Менде бүкіл заңды орынде бүкілі дайын. Франшиза деген сен уже жасап қойған бизнесті алады да тупо сен айтқандай қайталап береді. Иә, тура қайталап береді. Мен айтқан нәрселерімді по полочкам істеп отырады и болды да. Енді франшизаның ішіне не кіреді? Жаңағыдай рецептура полностью кіреді. Командамен жұмыс істеу бәрі кіреді. Одан кейін документация полностью. Жаңа айтып тұрмын, супермаркетке кіру үшін өзінің требованиялары бар. Жай магазинге шығару үшін өзінің требованиялары бар. Айдана мен сол нәрсенің бәрін үйренем дегенше менде уақыт кетті да, қанша уақыт кетті? Бір 6 айдай уақыт кетті, и көп средства кетті, көп ақша кетті. Ал ол бәрін мен полный пакетпен дайындап отырамын да. Сертификаттар, қандай сертификаттар қай жерге кіруге керек деген сияқты. Мысалы бізде КМДБ бар. КМДБ-ны көп магазиндер КМДБ-сыз нен алмайды. Продукт алмайды. Біз өзіміз де алатын кезде соған қарап аламыз ғой. Тағы да бізде жаңағы нелер бар, сертификат бар. Халал сертификаттағы бар. Бұл дегеніміз біз енді бұны тек Қазақстанда ғана емес, бұл дәл осы халал сертификатпен біз шетелге де шығаламыз. Евросоюзға кіретін мемлекеттердің ішіне шығаламыз. Қазір бізде енді Өзбекстан мемлекетінен бізге предложение түсіп жатыр. Вот, Аллах насіп ететін болса, ол жаққа да өзіміздің товарымыз шығарайын деп жатырмыз.
Енді одан бөлек өзі сертификаттар бар. Сертификаттар. Осы сертификаттардың бәрін үйретемін. Упаковканың өзін бәрін үйретемін. Қалай жасау керек, не істеу керек. Негізі машақаты көп нәрсе ғой. Бұл былайша айтқан кезде өзің нөлден бастап үйренетін болсаң, өте өзім де бизнесте жүргеннен кейін білемін да, қалай не нөлден бастап асаған біреу алып мынаны былай істейсің десе вообще күшті ғой. Ол деген балаға тамақ шайнап бергендей болады да. Нөлден бастап кәдімгі бәрін производствоға дейінгі уровеньде көрсетемін да. Міне жаңағы франшизаға не кіреді? Франшизаға полностью пакет документов кіреді. Документация, қандай документтер керек, не істеу керек. Ол адам анда барып басын қатырып, то, что я прошла, да, солайынан өттім да мен. Анда барам, басым қатырам, мынанда барам, анау болмайды, мынау болмайды. Қанша ақша кетті да маған ол нәрселердің бәріне ше. Сен жолда кетіп бара жатсың, ямаларға түсесің, и сосын сен қайтадан келесің да, жетектеп алып кетесің. Мына ямаға түспе, мына жерде былай жүресің, мына жерде былай жүресің деп. Допустим, А точка, сіз мысалы үйде отырған адамсыз. А Б точка деген производство. Производствомен жаңағы А точка мен Б точканың арасында ровно сызық бар кезде сіздің ол жерге сен ол жерге жетуің тез болады да. Ал егер сол арасында сызық болмаса, былайынан кетесің, ол кәдімгі пакет документы дайын. Не үшін? Франшиза деген қазіргі уақытта өте актуальны. Потому что ол деген негізі былай өзіңіз істегенге қарағанда расход аз болады ол жерде. Негізі любой бизнесті ашатын кезде франшиза алған негізі выгодно болады. Енді қараңыздар, франшизаға не кіреді? Франшизаға біріншіден рецептура полностью кіреді. Одан кейін команданы қалай жинау? Команданың бәрі қалай жинау кіреді. Одан кейін басқару, команданы жинау, командамен қалай жұмыс жасау. Мысалы, торговый представительдер бар. Торговый представительдер бар. Магазиндерді аралап заказ жинайтын. Торговый представительдердің өзінің жеке обучениесі бар. Өзінің жеке оқытуы бар. Оның бәрін предоставлять етем. Обучение барлығы өзіңнен. Цехтағы жұмыстан бөлек, одан кейін жаңағы торговый представительдердің жұмыстары, одан кейін мына продукттардың бәрі морозильникте сақталады емес па бізде ше? Морозильникте сақталатын продукты болғаннан кейін қазір ладно, қыстың уақытысы, жаздың уақытысында мынаны мысалы қаланың осы басынан екінші басына алып барамайсыз, өйткені алып барам дегенде еріп кетеді. Соны морозильник машинасыз тасымалдау жолдарын көрсетемін. Олай да болады. Олай да болады. Кәдімгі жеке көлікпен оны тасымалдау жолын үйретемін. Одан кейін қазіргі актуальны, мысалы осы қазір бізде 23 продукт болып тұр ғой, 23 продуктқа дейін біз неше түрлі продукттар болды. Наггетсы болды, самсан тестасы болды, біз алып тастаған нәрселер көп болды. Өйткені ол жерде невыгодно, пайда жоқ. Оны үлкен жаңағыдай производство болып, үлкен цехтарыңыз болып, үлкен аппараттар болған кезде можно да. А так мысалы жаңағыдай үйден бастап осындай жолға дейін пока не стоит. Біз енді алдағы уақытта оны қосайын деп отырмыз. Енді тағы не көрсетемін? Қазір мына жерде сурет жоқ, бағасын айтпаймыз. Одан кейін не беремін? Одан кейін франшизаны сатып алған әрбір адамға мына жерде суретін көрсетеміз. Тесто мес бол. Қамырды илейтін аппарат. Тестаны илейтін аппаратты подаркке береміз. Қазақстанның қай бұрышынан адам сатып алып жатса да, сол жаққа доставка өзімізден болады. В принципе болды. Осы нәрсенің бәрін егер білетін болса, ол адам спокойно жаңағы үйдегі кішкентай мынандай морозильниктен производствоға дейін жұмыс жасай алады. Кәдімгі производство болған өзінде мен производствомын деп айтса ешкім келмейді. Мысалы, Гүлжан ашты дейік, Гүлжан келіп, мен болды, цех емеспін, мен производствомын десем, оны ешкім мән бермейді. Оны рекламалық айтудың қажеті жоқ. Оның өзінің жолдары бар да. Оның жолдары бар, жаңа дистрибьюторный фирмалармен жұмыс істеудің жолдары бар. Бәрін үйретеміз. Енді Айка, мынандай 0-дан бастап, қазіргі біздің табысымыз айға кем дегенде 5 миллион болып тұр ма? Кем дегенде сондай 5 миллион табысқа дейін жетудің жолын көрсетеміз. Ол таза табыс, Таза табыс. Енді Айка, жалпы үйде отырған аналар болмасын, немесе жас кәсіпкерлер болмасын, ер жігіттер, соларға бір өзіңнен бір мотивация, соңғы сөзің, не істеу керек қорықпас үшін, алға қарай ұмтылу үшін, не именно саған әсер етті, конкретно прям қатты прям неткен, например, қай сферасы деген сияқты, сол жаңағы 50% психология жағынан және бизнес жағынан қандай бір мотивационный, қандай бір совет айтасың? 50% 50-де 50 деген менің қазіргі оценка бойынша кетсең болады.
Хорошо. 50-50 дегеніміз қазіргі мен позициям айдан, қазіргі ұстап жүрген, мен ойлаймын ол самая правильная позиция депші, қазіргі ұстап жүрген позициям. Егер, допустим, да, сіз миыңызда постоянно прокачка жасамасаңыз, постоянно миыңыз өсіп тұрмаса, сіздің жасап жатқан уровень сол күйінде тұрады. Но миыңызды қорқыныштан шыға алмайсыз, өзіңіздің жаңағы миыңызға шектеуде, сол шектеуде қалып қаласыз, да? Мынандай, например, мынандай бір ограждение тұрмаса, сол ограждениедан былай қарай шығу білмейсіз, да? Допустим, мысалы ограждение бар, сіздің үйіңіздің қоршауы бар. Сіз сол қоршаудан шығып, сыртқа шықпасаңыз, сіз әлем қандай үлкен екенін көре алмайсыз. Сол сияқты 50% психология ол обязательно. Ол мен ойлаймын на протяжении всей жизни. Пока біздің мына тәнімізден соңғы деміміз шыққанша ол керек нәрсе деп ойлаймын. Лично это мое убеждение. Адамдардың көп ошибкасы ол бір рет жасай аламын да, бір результат ала аламын, сол вечно болады деп. Одан кейін мынандай нәрсе бар екен да, мен кешегіде ғана оқыдым, оны ғалымдар дәлелдеген нәрсе екен. Мысалы, бір нәрсені тыңдадың ғой, тыңдадың, сабақты алдың, үйрендің, сен соны 72 сағаттың ішінде орындасаң орындадың, онда орындамасаң қалады. Мысалы, айтады ғой жаңағыдай, курстарды аласың да, курсты аласың, оқисың, соны примерно білесің, сен мысалы мынаны істеуің керек, и болды, қалып кетеді ғой. Дәл сол бойында ол мидың бір шкафында просто мусор болып қалып кетеді да. Действие керек, просто информация болып қалады. Енді 50% психология, 50% действие. Егер сіз миыңызды практика жасайсыз, егер сізде әрекет болмаса, онда дұрыс әрекетке керек. Дұрыс әрекетке сен көмектесесің, дұрыс психологияға мен. Демекші. Ал достар, Айгерімге рахмет айтып қояйық. Бізге өзінің опытымен, өзінің отзывымен бөліскен Айка, рахмет саған. Дами бер, өркендей бер, үлкен масштабтардан, биіктерден көре берейік, Алла қаласа. Енді достар, сіздерге айтатыным, еш нәрседен қорықпаңыздар, жасайым деп тұрған нәрсеңізді жасаңыздар, ешқандай іште шектеу болмасын, өзіңізді прокачивайте, мидағы шектеуді алып тастаңыздар, және де осы видео сіздерге осы кезге дейін, яғни осы жерге дейін көріп отырсаңыздар, яғни сіздерге бұл видео ұнап жатыр деген сөз. Егер ұнап жатқан болса, қандай да бір инсайт алған болсаңыздар, осы видеоны астына контент ұнап жатса, өздеріңіздің комментарийларыңызбен бөлісуді ұмыт кетпеңіздер. Бізге де өте қатты мотивация болады. Дәл осы контент, осындай форматтағы контент сіздерге ұнап жатса, ары қарай біз жалғастыруға бізге мотивация беріңіздер, лайк қойып, комментарий жазып, өздеріңіздің жаңағы алған инсайттарыңызды, өздеріңіздің алған білімдеріңізді немесе сұрақтарыңызды жазып отырсаңыздар, келесі контентте біз сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ал достар, осы жерге дейін видеоны көріп, соңына дейін қарап отырған болсаңыз, демек сізге бұл контент, бұндай осы видео ұнады деген сенімдемін. Егер ұнап жатқан болса, дәл осындай контентті ары қарай жалғастырайық десеңіздер, немесе өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, комментарийдің астына жазып кетіңіздер, келесі контентке дайындайтын, жаңағы келесі контентте сіздерге сол сұрақтарға жауап беріп өтетін боламыз. Ал егер алған инсайттарыңыз болатын болса, алған білімдеріңіз болатын болса, міндетті түрде осы комментарийдің астына лайк қойып, алған инсайттарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар.